Баршаңызға сәлем достар. Біз бұрын Қазақстан жерінде көзге түскен жабайы адамдар туралы әңгімелеген болатынбыз. Бүгін Совет одағының солтүстігіндегі жабайы адамдарды іздеу туралы әңгімелеймін. Себебі бұл аймақтан да адамға ұқсас тіршілік иелері туралы көптеген хабарламалар келіп түскен. Бүгінгі әңгіменің басты кейіпкерлерінің бірі зерттеуші Владимир Пушкарев. Мүмкін ол ең танымал криптозоолог емес шығар, бірақ оның тарихы өте қызықты. Енді Владимир Пушкарев Ростов мемлекеттік университетінің түлегі және мамандығы бойынша геолог болатын. Өз жұмысы бойынша ол көп уақытты солтүстікте өткізді және жергілікті тұрғындармен сөйлесіп, олардан адамға ұқсас тіршілік иелері туралы әңгімелер естіді. Оларды жергілікті халық жиі көретіні белгілі болды. Міне осы туралы Владимир Пушкарев былай жазған. Бұл 197 жылдың күз айы болатын. Мен сол кезде Коми АССР-ның Усть-Илимск ауданында жұмыс істеп жүрген едім. Мұнда мен алғаш рет өз құлағыммен дүлей орманды мекендеуші жабайы тіршілік иелері туралы көптеген әңгімелер естідім. Жергілікті халық оларды леши немесе лешачиха деп атайтын болса да, бұл тек аңыз немесе ырым емес екендігін көрсетеді. Мұндай әңгімелер өте көп, оларды әртүрлі адамдар айтып берді. Комилер, орыстар, немістер, ескі тұрғындар мен бұл жерлерге кездейсоқ келгендер. Әңгімелеп отырғандардың көбісі бұл тіршілік иесін өз көзімен көргендер, ал кейбіреулер тек ол туралы көп естігендер. Олардың сипаттамалары өте нақты, қиялға негізделмеген. Осылайша бұл шын мәнінде жердегі тіршілік иелері, кәдімгі адамға ұқсас бейнесі бар деп жазады Пушкарев. Владимир Пушкарев бұл тақырыпқа соншалықты терең батқан, ол геологияны тастап, биология факультетіне оқуға түседі және реликті мани іздеуге арналған экспедициялар ұйымдастырады. Ол негізінен солтүстікте іздеу жүргізіп, Ямало-Ненецк округін ең перспективалы аймақ деп санайды. Міне Владимир Пушкарев өз есебінде былай деп жазған. 1975 жылдың 2 шілдесінде біз Салехардқа ұштық. Сонда біз моторлы қайық жалдап, себебі бұл жерлерде ауылдар арасындағы байланыс тек су жолдарымен мүмкін болды. Қайыққа отырып, біз Аби өзені бойынша жоғары бағыт алдық. Кіші Уралға жақын орналасқан ауданды іздедік. Бізге іздеуге ең қолайлы аймақ ретінде Шуршкар ауданы орталығы Мужи елді мекені болды. Мужиге келгенде біз ештеңе білмедік. Шынымен де бірнеше әңгімелер естідік, бірақ олар фантастикалық сипатта болды. Оларды ескеруге болмайтын еді. Мужиден біз Горная Оби өзені бойынша жоғары қарай жүріп, Усяхова елді мекеніне келдік. Ол кіші Уралға тіптен жақын орналасқан. Мұнда біз дереу көптеген әңгімелер естідік. Олар нақты сипатта болды. Шуршкар ауданы, онда Пушкарев негізінен қар барысын іздеуге шығады. Бұл Оби өзенінің төменгі ағысымен және полярлы Оралмен орналасқан батпақты жазықтар. Мұнда ханты халық мекендейді. Олар аң аулау мен балық аулаумен айналысады. Жергілікті ханты жабайы адамды көп деп атайды және одан қатты қорқады. Сондықтан Пушкаревтің жазуынша оның атын атап әңгіме жүргізу қиын болады, себебі ол қорқыныш туғызады. Алайда сұхбаттасқан адамдардың көбісі адамға ұқсас ормандық тіршілік иесін көргендерін айтады. Оны олар куй, яғни шайтан, леши немесе орман адамы деп атайды. Жергілікті аңыздарда мұндай тіршілік иесін Мек-Ики немесе Куран Аби деп атайды. Бұл екі аяқты шайтан деп аударылады. Пушкарев былай деп жазады. Біз Васяхова ауданын аралап, Усть-Вайкара ауылында және жақын маңдағы бірнеше кіші ауылдарда болдық. Сондай ханты балық аулайтын жерлерде де болдық. Біз көптеген балықшылармен сөйлестік және бәрі бірдей айтқан. Мұндағы ормандарда ормандық тіршілік иесі бар. Оны бірі шайтан, бірі жабайы адам, ал тағы бірі алып деп атайды. Себебі хантының орташа бойы 150-160 болса, 2 метр бойлы тіршілік иесі олар үшін өте үлкен болып көрінеді. Себебі адамдардың бойындағы айырмашылық әдетте 10 шамасында болады, ал мұнда 40 айырмашылық. Міне, бізге жазылып алынған бірнеше әңгімелер. Усть-Сельва тұрғыны Булыгиннің куәгерлігі 1918 немесе 1920 жылдары. Мен сол кезде 12 жаста болатынмын. Сельменің 10 километр қашықтықта өзен кеңейіп, жайылмалы шалғындар түседі. Біз оларды төменгі жақ деп атаймыз. Сол жерде біз қырманда тұратын үйде болдық. Сол кезде ересек 2 адам және бірнеше бала сені жинап жүргенде өзеннен 300 метр қашықтықта болдық. Күндізгі уақытта, ең ыстық кезде, біз ешқашан көрмеген нәрсені көрдік. Өзеннің арғы жағынан 2 түсініксіз фигура пайда болды. Бірі кішкентай, екіншісі 2 метрден үлкен, сұрақ түсті. Олар адамға ұқсас болды, бірақ олар адам емес еді. Біз оны бірден сезіндік. Жұмысымызды тастап, оларды бақылауға кірістік. Үлкеннің бойы тым биік болды. Бұл жерде адамдар болуы мүмкін емес еді. Олардың бойында адамға ұқсамайтын бірдеңе болды. Олар үлкен ива ағашының айналасында жүгіріп жүрді. Автысы қашып кетіп, кішкентай оны қуып жүрді, сияқты ойын жасап жүргендей. Олар өте жылдам жүгірді. Бұл бірнеше минутқа созылды. Кейін олар өзенге қарай жүгіріп, қарағайлы орманға кіріп кетті. Кейін біз сол жерге барып, іздерін көрдік. Үлкеннің ізі өте үлкен болды, айқын көрінді. Бас бармағы айқын байқалды және қолында 6 саусақ болды. Маған барлық саусақтар бірдей ұзындықта және сәл таралған сияқты көрінді. Іздер судан шыққан, ағаштың айналасында бірнеше шеңбер жасап қайтадан суға кеткен. Куәгердің әңгімесі менің атым Хант, жасыма 60 болды.
Бір кездері мен 15 жыл бұрын екі кулені кездестіргенмін. Бұл 1960 жылы Васяхова ауылынан 12 шақырым қашықтықта болды. Оқиға тамыз айында түнде болған. Мен үлкен Аби өзенінің жағасында жүрдім. Менімен бірге екі болды. Олар кенеттен түрліп, алға қарай жүгіріп кетті, бірақ көп ұзамай қайтып келді. Енді олар менің қасыма жақындап, үнемі үрмей тұрды. Әрі қарай орманнан екі адам шықты. Бірі менен жоғары болды. Мен де қатты қорқып кеттім, себебі олардың көздері екі қызыл шамдай жанып тұрды. Олар маған қарсы келе жатты және маған жақындап аздап қарап тұрды. Тек көздері жалындап тұрды, бірақ олардың киімі болмады. Олардың денесінде қысқа, тығыз жүн бар еді. Бет әлпеті мен денесі қара түсті, бет адамға ұқсас, бірақ алға қарай созылған, о сияқты. Олар қолдарын ерекше қимылдап, жүрістерінде бір түрлі, адамға ұқсамайтын нәрсе болды. Олар аяғын ерекше бұрап жүрді. Кулилер бізден өте шыққаннан кейін, иттер дереу зарығып, дауыстап қашып, ауылға қарай жүгірді. Сонда ғана мен оларды көрдім. Иван Павлович Сельвий, Усть-Вайка ауылынан. Біз кішкентай кезде кулі көп болатын. Куль биік, көздері үлкен, қара қызыл, аузы үлкен, иегінде үлкен кең сүйек, беті әжімдермен бүкіл денесі түкпен жабылған. Басында шаштары қысқа, денесіндегі сияқты. Мен оны Усть-Вайкадан 15 шақырым қашықтықта көргенмін. Бұл 22-23 жыл бұрын күзде болған. Біз су алуға шықтықта кулені көрдік. Ол бізден 50 метр жерде тұрды, басын жоғары көтеріп, айналасына қарап тұрды. Оның аяқтары әр түрлі түсті болды, денесінде, бетінде, басында түк болды. Ол біраз тұрды да, мұздың үстімен басқа жағалауға қарай жүре бастады. Мұз оның астында жарылып кетті. Ол өте ауыр болды, бойы менің бойымнан биік. Оның аяқтары жуан, табандары өте кең және үлкен болды. Ол басын жоғары көтеріп, қолдарын сәл ашып ұстады. Қарттар айтатын, куль судан қорқады, орманда ағаштардың астында тұрады. Қыста тоңбайды, үлкен ағаштың астына тығылады да жылы болады. Кулилер сөйлеспейді, тек шуылдайды. Орыс директор Петровтың куәгерлігі. 1945 жылы мен Басала өзенімен ханттардың Ненецке жақын құмды жерлеріне бара жаттым. Бұл жер жаман деп есептеледі. Мен жағалауға тоқтап, аумақты белгілеп, біраз балық аулап, от жағып, балықты кастрюльге салып іліп қойып, жібімнің жағдайын тексеруге кеттім. 20 минуттан соң қайтып келдім. От өшіп, кастрюль бөлек жерде, ал балық құмға жайылып кеткен. Мен тағы да от жағып, кастрюльді іліп қойып, қайтадан жібімді тексеруге кетті. 15 минуттан соң қайтып келдім. Бәрі қайтадан сол қалпында. От өшіп, кастрюль бөлек жерде, балық құмға жайылып кеткен. Мен қайтадан от жағып, кастрюльді қойып, шөптің арасында қарағайлы орманда жатуға шештім. Кенет талик арасынан өте биік адам шықты. Ағаш сияқты, түкпен жабылған, толық қара, тікелей отқа қарай жүріп келе жатты. Ол бір қадаммен отты басып, кастрюльді аяғымен алып, бір қадамда орманға жоғалып кетті. Мен қатты қорқып кеттім. Бәрін тастап, дәрігерге жүгіруге ұмтылдым. Дәрігер мені тексеріп, менің денсаулығым жақсы екенін, тіпті ішімдік ішпегенімді айтты. Пушкаров мұндай әңгімелерді көп жинады. 1977 жылы ол реликт гоминидтерін зерттеу бойынша семинарда баяндама жасады. Ол тіршілік иелерінің болуы мүмкін екенін, олар фольклор мен мифтермен байланысты болса да, оларды зерттеудің өте дұрыс әдіс екенін айтты. Осы зерттеу әдісі халықтық ауыз әдебиетінің, мифтердің, аңыздардың, ормандық тіршілік иелерінің демонологиясының сақталуына мүмкіндік береді. Владимир Пушкаров көптеген экспедициялар өткізді, әсіресе Шуршкар ауданында, онда оның айтуынша ең көп куәлік жинаған. Ол Надым ауданында да, тіпті Центральный Шан ауданында да болды. Ол көптеген куәліктерді жинады. Олардың арасында шындыққа өте жақын және көптеген фантастикалық және ертегі сюжеттерінде жазып алды. Ақырында 1978 жылы Владимир Пушкаровқа белгілі бір аймақта бұл тіршілік иесі үнемі байқалып, оған кездесу кепілдік берілгені туралы хабарлама келді. Бірақ бұл үшін ол барлық істерін тастап, экспедицияға дереу аттануы керек болды. Әрине, ол бұған келісіп, шұғыл түрде экспедицияға шықты. Бұл жұмбақ хабар оған Яратовка көлі маңындағы аймаққа жетуге мәжбүр етті. Ол осы мүмкіндікті жіберіп алмауға қорқып, экспедицияға шығады. Осы жолы ол жалғыз, өте нашар жабдықпен, қазан айында 1978 жылы соңғы экспедициясын аттанды.
Владимир Пушкарев жалғыз өзен бойымен суыққа кетіп бара жатқан кезде резеңке қайықта және жеңіл куртка мен резеңке етікте болды. Ол бұл сапарға қаруды, балтаны немесе пышақты да алмаған еді. Бұл тек ғылыми фантастикамен қызыққан жасөспірім емес, тайгада бірнеше жыл өткізген тәжірибелі геолог еді. Оның мұндай әрекетінің жалғыз түсіндірмесі, жергілікті тұрғындар оның қару ала баруына тыйым салған болар. Себебі олар зерттеушінің тіршілік иесінің терісін немесе қаңқасын алу ойы бар деп қауіптенген болуы мүмкін. Пушкарев осы экспедициядан оралмады. Егер нақты айтсақ, ол із-түссіз жоғалып кетті, және бірнеше уақыттан кейін Кул өзенінің үш жерінде оның резеңке қайығы, шатырлар мен ұйықтау қапшығы табылды. Ал ескі от жағылған жерден күйген түс пакеті мен шұлықтар табылды. Владимир Пушкарев қазасы неден болды? Белгісіз достардың ақылсыздығы ма, әлде шын мәніндегі белгісіз тіршілік иесімен кездесу ме? Бұл сұраққа өкінішке орай жауап табу мүмкін емес. Бірақ біз дәл білеміз, ол қызықты әрі ғажап әңгімелердің үлкен архивін жинақтады. Бұл әңгімелер фольклор тұрғысынан да өте қызықты. Ал сіздер осы оқиғаға қатысты пікірлеріңізді комментарияларда жазыңыздар. Бұл роликке лайк басып, арнаға жазылыңыздар, егер әлі жазылмаған болсаңыз. Мен көптеген адамдар мені жазылмай қарағанын білемін. Егер қиын болмаса, жазылу батырмасын басып, мені қуантсаңыздар жақсы болар еді. Келесі видеода жолыққанша.